Соған байланысты бір-бірімізді кездестіріп жүргенде түсіндіріп өздеріне сөйлесіп айтайшусыз ешқандай несіз талқылаушы былай алатын жұмыс істедім. Видео сенде сізде басылдыңыз. Әлеуметтік желіде Сырымбек Сәрсенбаев деген Атырау облыстық мәслихат депутаты және Аманат партиясының мүшесінің депутаты өзіне пост жариялады. Постта деген манағы қаһарман деп, тұрманты деген сондай форматта пост шығарды. Шығарсын дұрыс. Бірақ ол бүкіл әлеуметтік желіге шығарғасын, ол бүкіл халықтың да мнениесін тыңдау керек. Ол егер өзіне қатысты нәрсе жазып отырса, онда үйінде кухнясында айтсын да, сол жерде жабулы болып қалу керек. Мен пікірімді жазамын, пікірімді жазғанымда мені алаттап блокалап кетті, еще мені комментариямды өшіртейді. Осыма сізден ашықтықтарыңыз, осыма депутаттар ашықтықтар, осыма жазып отқан пікірді деген жақсы еттеді. Жақсы, хорошо. Мен сосын өзіме не қылып шығарам, пост қылып шығарам. Пост қылып шығарғаннан кейін сразу бір 50 минуттан кейін ба Сырымбек Сәрсенбаевтан мен мынандай пост шығады мен. Осындай пост шығады мен. Осыларға заң аясында шара қолданбасақ, алдағы уақытта үлкен қайғыға душар боламыз дейді. Қандай қайғыға душар боласыз деген айтыңызшы бізге деген. Бетек сары башсаңыз бірінші мен қызымды по полочкам жауап бересің ма деген. Қоғамдық қорларға түскен қаражат ақшалардың жұмсалуына заңды тұрғыда тексеру керек дейді. Сіз осы уақытқа шейін депутат ретінде бірде-бір письмо жаздыңыз ба вообще? Бірде-бір письмо жаздыңыз ба? Қанша қаражат кетіп жауап берейін бе? Сіз аяқтаған мен бірінші аяқтаймын, содан кейін сұрақ қоймаңыз, ойыңызды мен өзімнің ойымды айтпадым. Сіз қанша, вообще сіз депутат ретінде, Атырау облыстық мәслихат депутат ретінде сіз письмо жібердіңіз ба вообще деген? Письмо жаздыңыз ба? Жоқ, қоғамдық қорларды тексеру жөнінде. Осы бірінші сұрақ. Дайындалып отыра беріңіз. Жалпы көптеген байқағаным дейді, Атырау облысында бір дирижерлардың қолында қуыршақ болып жүрген жалдамалы жендеттер дейді. Жендеттер деген сөздің маған түсініктемесін беріңізші. Және бұл жендеттер деген сөзді саясатта қолданатын сөз ба? Или ол вообще бұны бұлай кезде де қолданатын сөз ба? Осы екінші сұрақ. Маған осы мен шамама тиген. Белсенді блогерлар бар дейді. Жарайды, жендеттер белсенді блогерлар болса, Аманат партиясының депутаты ретінде және Атырау облыстық мәслихатының депутаты ретінде қандай шара қолдандыңыз осы уақытқа шейін осы блогерлар жөнінде және қандай письмо жібердіңіз? Маған осы сұрақ түсті. Тұрмыстық қоғамдық экологиялық мәселелерден бөлек дейді, негізінен саяси істерге араласып, халықтың көзқарасын қалыптастыруға, халықтың атынан сөйлеуге тырысады дейді. Осыған және жауап бересіз. Солардың дегені алғыс дейді, қара дегені қарғыс дейді. Кімге біз алғыс айтып, кімді біз қарғағанбыз, по факту айтасыз, по факту бізге. Маған кәмін дәлелдейсіз по факту. Себебі мен мына постыны өзіме қабылдадым, тікелей қабылдадым осы постты. Себебі мен сізге өзімнің пікірім жазғаннан кейін шыққан постыма деген. Біреулердің дүкенін жабады дейді, мен рейдте жүрдім, дүкен жабуда деген, халықты жұмыссыз қалдырады дейді. Мен осы рейдте жүрдім, бұны мен әрине өзіме қабылдаймын. Күзетшілердің өліміне себеп болады, оған өзі келіп спростой, жеке кәсіпкерлерге айыппұлдар салдырады дейді. Қалай салдырдық, негізсіз, қалай айыппұл салынды оларға, олар санитарлық талаптарға сай болды ма, или тектен-тек келіп, біздер манаға арызданып, арыз беріп, нарушениені көріп, солай жаздық па? Сол сұраққа жауап бересіз. Лауазымды тұлғаларға негізсіз жала жабады дейді, шантажбен ақша табады дейді. Шантажбен кім ақша табатқан, кімді шантаж еткен, осы уақытқа шейін кімді шантаж еткен, қай блогер кімді шантаж еткен, және Атырау облыстық мәслихат депутатының ретінде қандайсыз шара қолдандыңыз, және қандайсыз арыз шағым парламентке болса да, полицияға болса да қандай шағым жаздыңыз? Осы жөнінде осыларға заң аясында шара қолданбасақ, алдағы уақытта үлкен қайғыға душар боламыз. Ал осы маған тағы да ең соңғы сұрақ, осы депутатқа сай жазып отқан жазба ма? Болды, маған пока осы сұрақ. Сен өзің енді былай, құрметті Атырау облысы тұрғындары
Мен Атырау облыстық қоғамдық кеңестің мүшесімін. Бұл өзі НПО-ның басшысы. Біз демократиялық елдеміз. Егер мына посттан бір көзқарас дұрыс емес деп тапсырыңдар, сотқа беріңіздер. Мен тасыларды. Бұл кімге арналған? Кімге арналған? Жауап берем, бұл кімге арналған? Бұл кімге арналған? Сіз сейчас пользуетесь своим мандатом, неприкосновенности, сіз сотқа беріп, қалай біз сотқа біз деген бірінші через Астану сіз сондай қиындық жасауыңыз Олеся, мен былай жауап берейін. жоқ, сіз мандатын қойды, аманатта, значит, обсуждать етіле ма? Сіз как аманат партиясының мүшесі ретінде және маслихат депутат ретінде мына жерде бірде бір адам ат жоқ. Жалпылама айтылған мәселе, бұл қоғамдағы мәселе, қандай шара қолдандыңыз? Битейші. Қандай шара қолдандыңыз? Кеше соңғы 3-ші қазандағы форумда президенттің өзі айтты, мысалы, әкімдердің жұмысына кедергі жасады. Кім кедергі жасаған? Блор келді. Кім айтты? Президентті сұрашы, мен емес қой, президентті айтқан. Енді былай, мына жерде бірде бір адам Тәке былай. Мына жерде экологияға қатысуға адамдар мен қатысуға экология постоянно қатысуға мен неге жөндетпін? Сіздер вообще тыңдайсыздар ма? Сұрақ қойған. Айтып, мына жерде ешкім ат жоқ. Жалпылама қоғамда мысалда мен айтайын. Ол өсек. Тәке өсек. Ол өсек. Тіке бетіне айтты. Адам өлтіргенде жазып отырсыз. Жазып отырсыз, мен видеоға сөз. Кеше сот болды, Атырауда Ж есімді блогер ақша болып салады деп сотталды. Жазып жоқ. Неге ол бір блогердің аманаттың адамдар отырған жоқ қой түрмеге. Неше аманат отыр, неше депутат түрмеде отыр. Бізде аманаттың бәрі бандитке отқан жоқ қой. Аманаттың бәрі ұры ма? Аманаттың бәрі голубой ма? Бәрі түгел голубой ма? Бәрі түгел голубой ма? Түгел голубой ма? Түгел ұры ма? Аманаттың бәрі түгел ұры ма? Сіздер қазір ешқандай конструктивті пікір таласқа дайын ақша алла түрге тура айтты. Сонда барлығы судьялар ақша алып Ана жігіттерді шақырайықшы, бәрін жинай бер, белсенді қазір. Не ол? Олеся, тыңда. Енді қайталап айтам, тыңда. Тәке, тыңдашы мені, тәке. Келесі мысал, сенде сұрақ қойасыңдар. Неге аты қайда мына? Аты қайда? Кім аты? Мен тыңдашы. Видео бүгін шығады. Егер тыңдайтын болса, сұрақ қойды мен жауап беріп отырмын. Жауап берсін. Сіздер қоршап беріңдер. Сотта беріңдер, сотта кейсін. Мен жауап беріңдер. Мандат қалыпта. Мандат сізбе берғай. Онда мандат шешіңіз. Сайлаған бірінші Мені сайлаған Ой ауданының 8-ші сайлау округінің сайлаушылар сайлау туралы заңды қарап шығыңыздар. Сайлау туралы заңды қарап шығыңыздар. Кім құлсардан ешкім ұсынған. Сізді аманат партиясы ұсынды. Сайлау туралы заңды қарап шығыңыздар. Тіпті республика ұсынсын, Ақжол ұсынсын, қателесесіздер. Әркім өзінің сайлау округының сайлаушыларын есебет. Ол ақали. Арман Хайруллин құсап өз-өзіңді ұсындың ба? Сұрақ қойып жауап берейін. Жауап берейін. Енді былай, сайлау туралы заң бәрін білемін сайлау туралы. Арман Хайруллин құсап өз-өзіңді ұсындың ба? Сіз мен сөзімді айттыңыз. Мен айттым, сіз Арман Хайруллин бола ма, Сарман Хайруллин бола ма, сайлау туралы заң бойынша қай округта сайладым, сол жердің округының сайлаушыларына есеп беремін. Тіпті, сіздер есеп беруге
сотқа беріңдер, рахмет. Олай емес, Абдулла, олай емес, подожди. Олай емес, Абдулла. Аманат партиясы бізге оған жұмысы керек емес. Бізге оны мына жазбасы керек. Сотқа бере ғой. Сотқа кімге арнадың енді? Айт, сотқа. Қоғамда. Қоғамда көп блогер бар. Ешкім атынан жалпылама осындай нәрсе бар. Ақтөбеде, кәке. Какая разница? Ақтөбеде кеше қоғамдық қорды мысалға блогер төрағасы. Үшеуі бізге неге мына мәселе бар қоғамда. Оны президент өзі айтып отыр. Сотқа бере қойыңыздар, айналайындар. Мен өз сотқа. Кімге арналған енді? Жалпы қоғамдағы әртүрлі блогерлер. Қоғамда осындай блогерлер бар, Алиса. Бар осындай блогерлер. Жетеді және. Айтайыншы, депутаттар, подожди, Бостандығын шектеп жатыр, бостандығын. Бостандығын шектеп жатыр. Мен қабалатым. Мынау не? Полиция шақыршы. Полиция депутаттар осылай боламан мені сотқа бер. Мені сотқа бер. Мандат міне, депутаттар, осындай әлдағандай болады депутаттар міне, мандаттар осылай өзім личный келіп жүріп алам, пожалуйста, маған сотқа беріңдер, мен соттаңдар. Түсіндіңдер ғой? Мынаны аламда міне, мынаған незаслуженный депутаттар бар. Аманаттан, списокке сызасыңдар. Қазір осыдан шығып алып, басыраттырам. Списокке сызасыңдар. Мен соңына дейін барам. Мен өзім лақатты шығып қайтып. Жарайды уже. Жазасыңдар да, посты да күшті қылып деген. Неге? Почему вот так не отвечает депутат? Кешені депутатпен, маслихатпен тоже. Мына бір күзетулі деп, бірдеме деп. Сырымызды тасташ, қылсын, тасташы, дұрыстамаш? Абдулла, кім қанат? Мына депутат. Онлайн келеді. Он сөйлемейді. Столдың бәрін Жоқ, шығыстырып, комитет ұстаған. Жоқ, мына не депутат мынау вообще? Мынау неге онлайн көшеден Абдулла, мында келе қойшы да. былай келе қойшы, мен саған енді айтайын десек, Аманат партиясы. Су жоқ па, сізде іште қара су жоқ па? Іште қара су бар ма? Шетін ақсы Міне. Енді сіз айтыңызшы өзіңіз, Аманат партиясының басшысы ретінде, кәне осыдан шығып маслихатқа барамын. Мен бұны соңына шейін жеткіземін. Себебі сіздер, значит, Аманат партиясында осындай әңгімелер сіздер абсурдат етесіздер. Либо мынау Сырымбектің өзінің ойы. Сосын деген жендеттер деген сөзді саясатта қолданатын сөз бар. Айтыңызшы маған соңыз.
айтыңызшы маған, жендеттер деген сөзді саясатта қолдана ма? Айтыңызшы маған, вообще жендеттер деген сөздің мағынасы неде? Мандат менде, менен келіп алсын. Сотқа берсін мен сосын. Екі адамға мынандай амал халық алдында бұл кісі қалай жауап береді? Жауап бере алмайды бұл кісі халықтың алдында. Қалай сіздер кеше мұндай кісіні президенттің алдында вообще қалай сөйлеттіңіздер мынандай кісіні деген? Асықпайды. Бүгін біз үш-төртеу болып кетсек, ертең мың болып келеміз. Тоқтатпау керек, бәрі келмейді, аналардың бәрі шықпайды. Ұстап көрейікші. Ой, халық командасы. Ұстап көрейік. Міне, жеңді. Иә, өтінішпен жаздым ғой. Партиялық бақылау бөлмесі бар. Ішкі тәртіпті. Оның бәрін зерделеу керек. Қарап, содан кейін барып, зерттеп, пікір алмасып, несі болып, содан кейін барып қорытындысын береді. Жазған мен өзім пікір ретінде өзім партиясында жазған ғой. Менің партияның баршасы емес. Сондықтан осылай келсек, біз ішкі зерттеу жүргізген тексеріс жүргізіп алайық. Комиссияны қарамыз, осы бойынша. Бұл жерде бар ғой, бана тексеріс жүргізетін адам Абзал Мақсұт деген кісі Тұрғановтың көмекшісі. Абзал Мақсұт қызы, ол қалай өткізейін деп отыр? Сол бана осы Тұрғановтың көмекшісі. Сол тексеріп өтетін осы Абзал Мақсұтұлы. Жоқ, өзіңіз Сол кісі Тұрғанов. өзіңіз лично контроль аласыз. Жақсы, кім Абдулла мырза, жақсы оны өзіңіз қолыңыз. Партия мүшесі ретінде мына жерлерде бар. Енді сіз айтыңызшы. Жендет деген сөз, ол бір адамды айуандықпен өлтіру деген сөз. Мысалы қараңыз, жендет деген сөз, ол жалдап, адамды жалдап, адамды өлтіреді деген сөз. Ол қалай? Енді сіз қараңызшы, Абдулла мырза. Например, депутаттар кеше 1 километр дамбыны соғуға 39 миллион теңге ақшадан алғанда, например, да? Это не означает, что весь аманат и весь депутаттар солай алып жатыр деп. Давайте онда бізде солай рассуждать етейік. Бұның ойы қате, бір адам блогер салды деп, бұл бүкіл халыққа, біздің, например, қаншама адамның еңбегі бар. Таңаттың өзінің еңбегі бар лично деген. Әркімнің, әр белсендінің өзінің еңбегі бар. Депутаттар белсенділер құсап, каждый проблемаға барып жүрмейді. Это факт. Факт остается фактым бар ғой, оны ашық айту керек. Олар каждый тұрғындармен өздерінің округта сайланған нелерінде кездеспейді олар деген. Халықтың каждый проблемаларын білмейді олар депутаттар деген. Оны қалай айтсақ та, просто мына жерде менің түсініп тұрғаным, немесе Аманат партиясы айтты, Сырымбек Сәрсенбаевқа осындай нәрсені жаз деп, осылай белсенділердің аузын жабайық деп, біздерге кедергі келтіріп жатыр деген сияқты. Немесе біз манағы кім Сырымбек сияқты Тұрғановты мақтап отыр ғой ол кісі деген. Біз оның манағы дұрыс емес екенін айтып отырық. Ол манағы белсенділер болмаса, ол мүмкін халыққа сондай ойды айта беретін еді манағы. Тұрғанов қаһарман болды деп бар ғой. Біз оны түзетіп жатырық. Ол бір күн барып келгенге ол қаһарман бола алмайды, ол никак бола алмайды. Бір күн барып келген адам деген ол неге Құлсарыға деген барлығы барған жоқ па? Сіздер деп жатыңыздар, біз па? Түгел жүрді ғой сояқта, бүкіл областың акиматты көрді ме сояқта жүрген деген. Ол бір адамның барғанына деген, ол қаһарман қыла алмайды. Ол менің өзімнің ойымды айту, ол айтып тұр ғой, мен өзімнің ойымды айтуға. Ол рас уж әлеуметтік желіге шығарды ма? Ол бүкіл адамдың пікірін тыңдауға ол міндетті уже деген. Ол егер тыңдағысы келмей ма, онда үйінде, кухнясында айтсын. Сол әңгімені. Бірақ депутат болмаған кезде. Мынау не айтты? Тұрғанов болмаса 200-ден астам адам өлуі мүмкін еді дейді. Не сұмдық мынау деген, не сұмдық мынау вообще жазып отқан нәрселеріне мынау контроль бере ма? Сосын әлеуметтік желіде отырып алып, мен ертеңнен бастап шықпаймын дейді, одан кейін барып шығады ол деген. Не айтты вообще? Алдында ол білет бір мандатын тапсырам деді. Мына мандат ойын шықпа болған, біресе тапсырам, біресе қайтып келем дейтін. Мына мандат ойын шықпа, или сіздер оны зорлап ұстап отырсыздар ма мына жерде? Айтыңыздаршы, зорлап ұстап отырсыздар ма оны? Сен Алисия деп сөйлеп жатыр еще. Оны жазамыз ғой үстіне. Барлығымыз қазір қараймыз, комиссия құрамыз, сосын зерттеу жүрміз, содан кейін барып бізге отписка керек емес. Отписка керек емес. Кездесіп, диалогта ақылшақтың сұрамыз. Жоқ, вы сейчас его поступок оправдываете? Вы как председатель поступок Аманата. Мен келдім сізге, сіз
менде даусым бір қазір любой халық ашынып жүр, проблемасын айтады оған. Любой халық ашынып. Вы сидели, слушали, как положено, да? Мен сіздің сөзіңіз жоқ сол жерде. Вы слушали, я бір жерде ақалаған боларым, бір жерде, может, неправильно себя где-то қалды. Вы сидели, вы слушали. Мынаны поступку вы оправдываете сейчас. Он должен до конца кричим или сидеть и слушать. Когда мы устанем кричать, алдада сізге. Он свое слово сказал, он убежал, потому что ему сказать нечего. Мына мандатты Сырымбек жұлып алғаным үшін менің үстімнен сотқа берсін. Сотқа берсін, до конца соттасуға әзірмін Сырымбекпен. Осы үшін деген. Себебі, мына каждый, мен, например, любой адамға жазам ба, мен тікелей фотосын шығарам, тікелей аты жөнін айтам, кімге жазып отқанды айтам, кімге арнап отқанды айтам. А мынау не сөз ал? Мынау бүкіл белсенділерге топырақ шашып отыр. Бүкіл белсенділерге топырақ шашып отыр. Сіз шарасын алады деген ойдамыз. Қазір біздер мәслихатқа барамыз осыдан шығып. Адам берейік қазір, жібереміз. Сізге WhatsApp-қа жібереміз. Все, осы аманаттан шығып, қазір біздер Атырау облыстық мәслихатқа барамыз. Кеше мен мәжіліс сөзге тоже солай сөйлестім, да? Ауыз несінде. Покажи видео. Жоқ, мұнда. Қайсы? Бұл жерде Атырау облысы мәслихатына келген себебіміз мәслихат депутаты Сырымбек Сәрсенбаев деген азаматтың Facebook социалдық жүйесінде жазған 6 посты бойынша келді. Мына жерлерде өткен деген сөздер бар екен. Жалпы көптен байқағаным Атырау облысында бір дирижердің қолында қуыршақ болып жүрген жан-жамалы жендеттер, белсенді блогерлер бар деген. Бұл жендет деген сөз бір адамды зорлық-зомбылықпен ұрып, немесе балықтармен шауып өлтірген адам жендет деп аталады қазақ тілінде. Қазақ тілі маманы ретінде сіздерге осы жендет деген сөзді түсіндіріп кету міндетті болып тұр. Сол кісі мына жендетті мағынасын түсіндіріп жоқ. Соны жендеттерді түгел тізімін шығарып берсін. Ішінде Нұрымтанат, Ержан, Көкенова Сандуғаш жендеттер кімдер? Атын атап, жасаған қылмысын айтып шығарып берсін. Сосын бір дирижердің қолында қуыршақ болып жүр деп тұр ғой. Бұл дирижердің атын атасын. Облыс әкімі қорықпасын. Облыс әкімі Аманаттың башы Идрисов па, облыстық прокурор ма, полиция бастығы ма, мына кім дирижер болып отқан? Сол кісіне тікелей бетіне айтсын. Сен дирижерсің деп. Так, біреулердің дүкендерін жабады, халықты жұмыссыз қалдырады, күресшілердің өліміне себеп болады, жеке кәсіпкерлерге айыппұл салады дейді. Бұл жерде айыппұл салу не блогер, не қоғамдық қайраткердің қолында жоқ. Келмейді. Құзырында жоқ. Сондықтан бұл енді былапыт сөз ретінде былай. Енді бірақ мына жерде адамның өліміне себеп болады деген жері, ол былай болады, адамның өліміне себеп болу деген адамды көлікпен қағып кету, немесе мостпен мұзға лақтыру, пышақтап кету, немесе соққы беру. Бұл жерде адамды бағанағы кісінің өліміне себепкер болса, себепкер болған адамның атын атасын. Бұна кісі адамды өлтірді, пышақтады, ұрды, мостың мұзға лақтырды. Білмеймін, дарғасына ол қалай болғанын түгел баяндап берсін. Сосын мына жерде біз бай елдің халқы саяхатшы келеді, кедей елдің халқы саясатшы келеді деп жазған. Бұқаралық ақпарат құралдарында, әлеуметтік желіде әртүрлі бір-біріне қарама-қайшы пікірлер дейді. Бұл жерде қарама-қайшы пікір деген қоғамда бір тұтас пікір болу мүмкін емес. Оны біздің көкеміз елбасы Назарбаевтың өзі жасай алмады. Тіпті қолынан келмеді. Совет үкімет кезінде бір пікір қарама-қайшы емес пікір болды. Бірақ ол кезде қазақпын деп атаған адам басын шапты. Бұл жерде бұл кісінің сөзі ме, немесе біздің мемлекет демократиялық мемлекетке кетіп қалды ма? Біз сайладық қой депутаттарды. Депутат сайлады. Халық сайлады. Халық сайлады ғой. А бұл жерде қалай қарама-қайшы пікір болмау керек? Соны түсінгіміз келеді. Так.
бұрын байлар ауқатты адамдар билік иелері жүйрік ат май тазы ұстайтын болса, қазір жалдамалы журналист бақырауық блогер ұстайтын болған. Солар ақша үшін ары мен артын сатып дейді. Мына жерде банағы бай адамдардың тізімі керек. 20 бай ма, 30 бай ма, ол анып-ызы ма, NCC ма, ТШО ма, кім жалдап отқан? Байдың атырауда бай көп емес. Бәрібір 30 бай. Сол байдың түгел атын атасын. Кімнің несі? Сосын жерде мына ары мен артын сатып деп тұр ғой. Сол артын сатқан әйел адам ба, ер адам ба, оның атын атап айтсын. Осы кісі гомосексуалист, банағы ЛГБТшник, анау ба, банағы. Біз айтып отқан жоқ, бүкіл маслихат бәрі банағы артын біткен деген әңгіме жоқ бұл жерде. Бұл жерде бұл депутаттың өзінің пікірі ма, немесе депутаттардың арасында банағы ары мен артын сату. Осыны сіздер маслихатта талқыладыңыздар ма? Осы мәселені. Вообще маслихаттың ішіндегі депутаттардың бәрі осындай болып кеткен. Ойда ма, осындай ойда ма? ЛГБТшниктер ма, қалай? Мына біздікі 25 депутаттың бәрі ЛГБТ қандай қатынасы бар екен тікелей айту керек. Біз ЛГБТ қатынасымыз бар, бана голубоймыз, лесбиянкамыз деп, немесе біз зайырлы қоғамда өмір сүретін болғаннан кейін, бұны бұндай болған күннің өзінде де біз бұндайды әшкерелеп, жариялап айтпаймыз, айту керек. Бүкіл 25 депутат шықпайсын. Мен ЛГБТші болғанмен де, бана сіз білмеймін, мен білмеймін болды кім айтып отқан. Сіз мысалы басқасы ма депутаттық кім болса да, біздің қоғамда шығып депутаттық банағы значогын тағып алып, мен бана айтуға бар ажыраз дейді еще деген. Қалай сонда, мен бір минут айтып жіберейінші, қалай сонда Атырау облыстық мәслихат депутаты осылай пост жазады, бірақ каждый сөзіне жауап алған кезде менің үстімнен арызданыңдар дейді. Қалай түсінемін сонда деген? Депутаттарға кім берді мынандай этиканы, сіздерді этиканы кім қарайды вообще деген? Неге мынандай аузына келген сөздер жазады? Сосын тәтір бір сұрақ, әке-шешесін 5 теңгеге сатқан блогер кім ол? Атын айтсын бізге. 5 теңгеге кім блогер сатып жүр? Мен де білгім келеді оның кім екенін. 5 теңгеге кім әке-шешесін сатып жүрген блогер? Кім сондай сұмдық жасап жүрген? Білейік оны, оның бүкіл халық білу керек ондай адамды. Мына жерде бүйтіп айтылған. Жалпы көптен байқаған бүйті, Атырау облысында бір жердің қолында қуыршақ болып жүрген адамдар, бана жерлеттер тұрмыстық, қоғамдық, экологиялық мәселелерден бөлек негізінен саяси істерге араласып, халықтың көзқарасын қалыптастыруға, халықтың атынан сөйлеуге тырысады дейді. Бұл жерде қандай саяси? Қандай жалпы мына кісінің атап отқан адамдар кімдер? Мысалы менің осы жиналып отқан адамдардың көтеретін мәселелері бана тұрмыстық бытовой дейді. Мына менің бірде-бір шығарған немде бірде-бір саяси сөз жоқ. Сандуғаш көкенің шығарған сөздің ішінде бірде-бір саяси мәселе жазылған сөз жоқ. Бірде сөз жоқ. Тек біз проблеманы қозғаймыз. Олеся Светенскийдің шығарып отқан нелердің ішінде бірде-бір саясат туралы сөз жоқ. Бұл жерде тұрмыстық, қоғамдық, экологиялық мәселелерде неге араласамыз? Себебі неде? Себебі депутаттардың тығылып қалуында. Мысалы, қиын жағдай болған кезде депутат тығылып қалады. Жоқ. Іздейді адамдар. Мысалы, Нұрсаяда адамдар боққа батып кеткен кезде, ол кезде Олесяны Көкенованың шақырады. Себебі депутаттар олар кісі танымайды. Ол кісілер ол білмейді. Себебі ол кісілермен қатынаста жоқ. Ол кісінің қоғамға пайдасы келетін, банағы қиналып жатқандар түсінбейді, білмейді. Себебі депутат олар үшін өлі. Сондықтан бұл жерде бұл кісінің айтып отқан банағы тұрмыстық, қоғамдық, экологиялық мәселелерден деген сөздерінде бұл жерде бізге емес сын, бұл жерде сын депутатқа. Неге ол кісілер депутатқа неге бармайды? Неге депутатқа бармайды? Мысалы, бізде билік мынандай: халық, депутат, акимат, жалпы правительство. Екі бар ғой, біреуі законодательный орган, біреуі исполнительный орган власти деген бар. Екі. Біздің билікте екі тармақ тек қана. Үшінші тармақ жоқ. Үшінші тармақ жоқ. Тек қана депутат, тек қана бана акимат. Сондықтан бұл жерде акимат пен адамдардың ортасында, адамдар мен банктың ортасында, адамдар мен халықтың ортасында қиналған уақыт кездерде қоғам белсенділері жүреді ғой, бұл жүріп жатыр ғой тәтті. Ол кезде депутаттардың, қаралардың көзі көріну керек, халық оларды тану керек. Мына жерде былай қарағанда бүкіл 25 депутаттың облыстық бетіне түкіріп отыр. Бұл дейтін банағы депутаттар топас, дым көрмеген деген әңгімеге әкеліп отыр бұл кісі. Себебі бұл депутат тығылып қалып, тек қана қоғам белсенділері ол жерде жүреді екен. Олай болмайды. Қоғам белсенділері емес, ол жерде депутат жүру керек. Депутаттың қолында мандаты бар, депутаттың қолында ақша бар. Бюджетті бөлген кезде депутат өзінің мандатын көрсетіп, қаржы шығына болады. Ана келіп тұрған ақшаны қабылдамай қалуына болады. Солай ма? Болады ғой. Бұл депутаттың қолында нақты билік бар. Қоғамның бана белсенділеріне олар тек ауызша айтады, билік қабылдаса қабылдайды, қабылдамаса қабылдамайды. А депутаттың қолында бана реальная власть дейді, прям механизм власти қолында тұр, қолында билігі бар. Мына жерде неге ол бана 20 депутатты
неге жұмыс жасамайтын, неге сондай банағы тығылып қалатын, қиын уақытта қарасы батып кететін адам ретінде көрсетіп отыр. Мысалға. Енді тағы мынаны қарап жүріңіз, тағы мынаға қайтып оралайықшы. Билік иелері жүйрік ат қумай тазы ұстайтын болса, қазір жалдамалы журналист дейді. Кім журналист ол жалдамалы? Соны айтыңдар. Кім журналист ол жалдамалы болушы деген? Бақырауық блогер дейді. Ол кім бақырауық блогер деген? Айтыңыздар, жалдамалы журналист дейді. Біз енді Сырбек Сәрсенбай біздің депутатымыз. Жаңа осыған дейінгі болған әңгімелерді бәрін көрдік. Тікелей эфирде жүріп отырған. Мынаның ішіндегіні қазір мен баға бере алмаймын бұның барлығына. Біздерде этика жөнінде комиссия бар. Комиссия шақырайық, күтейік. Этика жөнінде комиссияда. Жоқ, ержан тұршы, білесің айтып отыр. Мысалға бар ғой, былай ғой. Адам мен жазған кезде, мысалы мен жазған кезде, ержан деген кісі осындай жағдай, осындай істер жасаған. Бұл кісі оңбаған адам. Атын атайын, жасайтын, жұмыс жасайтын. Фотосын шығарасың еще. Фотосын шығарып қояды. Мына кісі оңбаған. Мына кісі оңбаған, осылай жасаған жоқ. Жасайтын жерінде басқаша жасап, немесе зұлымдық жасап, мен тікелей айтып қоямын. Бұл жерде былай облыстық мәслихаттың депутаты өсек айтып болған. Өсек айтып болған мысалы мен халық ретінде, халық ретінде сөйлей алмаймын ғой. Мен түсініп отырмын. Мына жерде депутат өсек айтып отыр, өсек айтып отыр. Жазылған нәрсенің бәрі ешқандай фактіге сүйенбей айтып отыр. Жоқ, сіз енді мына жерде өсекші екенін мойындап отырсыз ғой, ол кісінің. солай жазылған деп түсініп отырсыз ғой. Жоқ, бұл жерде біз бұл кісіні өсекші ретінде танып отырмыз. Бізге депутат өсекші неге керек? Елдің арасына іріткі салып, ана блогерлер бір-бірін қырылдырып, халықтың арасында неше түрлі ойдар салып, ана кісіні ұры емес деп, ұры адамды ұры деп, оны қалай, ол не керек бізге? Ондай өсекші. Сосын ол сондай шешім шығаратын, ол вообще кім? Оған кім ондай полномочияны берді? Ондай анау шынайы блогер, анау шынайы емес блогер деп шешім шығаратын, оған кім ондай полномочияны берген? Ол кім? Бізде комиссия бар, сол қарайды. Мен қазір депутаттың әрекетінің жұмысын бағалай алмаймын. Бүгінгі халықтан қашып кетті ғой. Ей деп, сен әлейсің. Ешқандай этика жоқ. Бізде комиссия бар, сол комиссияның құрамына шығарамыз. Комиссияның құрамы кім? Комиссияның төрағасы Ермек Юсупов. Ана кісі ана 39 миллионға не салып байқай болады емес пе? Ана 1 километр дамбыны 39 миллионға салып байқай болып, баны соттап жүрген сол кісі емес пе? Соттап жүрген, онысын білмеймін. Жоқ енді, халық қиналып отқан кезде, халық қиналып отыр, еліміз сол кетіп отқан кезде неге ол 39 миллионға салып жүр? Бюджеттің өзі салған жоқ па дамбының көбін? Ол нағып жүр ол жерде. То есть, манағы этиканы қарайтын адамның өзі, мына Сырымбектің айтып отқан адамдардың ішінде бар ма? Депутаттар қалай қалайсың? Енді бана Ермекқали Юсупов, мына кісі айтып отыр ғой, бана ұрлады, бана топан соғысты ұрлады деп. Жаңа айтып отқан сіздерде ешқандай не жоқ қой, ешкімнің фамилиясы жоқ қой. Жоқ, міне проблема осында, өсекші депутат керек емес. Өсекші депутат керек емес. Өсекші депутат маслихатқа сіздер неше ұстап отырсыңдар? Или маслихат сіздер жазғызып отырсыңдар ма? Біз ұстап отырған жоқпыз. Ол сайланып келді, бір мандаты. Маслихатта сіздер, жоқ, сіздер этиканы қарайсыздар. Бұл сайланып келсе де, мынандай нарушениеға сіздер жол бермеу керексіздер. Бұл бір емес, бір шығарған жоқ, екі шығарған жоқ. Бұл төрт. Соны айтып отыр, сол комиссияда қаралады. Айтады, мені сотқа берді, қалай оны прячьте под мандатом, шеш мандатты. Сосын береміз сотқа. Мандаттарын шешін депутаттар. Сосын береміз соттаймыз. Сосын ауыздарына келген жаза берсін. Өзі заңды білмей атыр мана жерде. Мені сотқа беріңдер депті. Ол не бізде? Ойыншық қылып атыр ма? Жоқ, мандаттарын шешін депутаттар, мандаттарын шешін да, сосын кез келген халықпен соттаса берсін. Кез келген халықпен. Сонда оның алдына келіп жанайқайын айтқан халыққа айтама, бар мен соттай бер дей ма? Мына жерде видео жазып отыр, онда біздің блогерлер осындай екен деп та. Мысалы мен жазған кезде маслихаттағы 20 депутат ЛГБТ-шін деп жазбаймын. Мен жазатын болсам атын атап айтамын. Мына кісі ЛГБТ-шін. Бұл деген бұл халыққа топырақ шашу дейді. Қазақша айтқанда халыққа топырақ шашу. Бұндай әрекет біздің халықтың ортасында бұрынғы уақытта да қазір де банағы жол беретін нәрсе емес. Комиссияда қараймыз, хабарын береміз. Жоқ, ол өсек айтады. Сосын бедейді, манағы кім, егер тұрған болмаса 200-ден адам астам өліп қалатын еді дейді. Ол қалай шығарып отыр? Ол эксперт ба? Ол кім вообще? Оны қалай шығарып отыр? Барлығын бердік сізге.
барлығын, фактімен бердік сізге, осы жерде бүкіл фактінің бәрі тұр. Бұны қалай шығарып отыр ол? 200 адам өлетін беді сол күн деген. Қалай шешім шығарып отыр соған деген. Соның барлығына бізге деген кәдімгі не алып, мына кісіге дүйсенбай тұрған бұны, бұл қалай болып тұр? Дүйсенбай тұрған бұл кісіге айтқан ба, қалай болған 200 адам өледі деп мен бармасам. Ол кісі барды кетіп қалды, соның арқасында 200 адам тірі қалды ма? Нақты қалай болды жағдай? Может быть, ол кісі тұрғанып, Құлсары қаласының күйесімен жоғып қалған бұлар. Біз білмейтін бұлармыз. Біз білмейтін бұлармыз. Білетінімді біліп жүрейік. Білмейтінімді білмей жүрейік. Жоқ, Құлсары, когда не істеп, маған рахмет етті, мен келгенде адам тауылмай айтқанда, маған, почему ол соны жазбайды, а? Неге жазбайды соны? Мысалы, Құлсары келді, блогерлер көмектесті деп. Например, Жанат банағы Жақсыбай қызы журналист бұл жерде жүрді басынан бастап. Неге журналистің бәрі сатқын болып тұр? Түгел сатқын. Неге сатқын түгел бәрі? Қаншама халық көмектесті, қаншама продукт, простой кәсіпкерлер. Сонда халықтың ол көмегінің бәрін жоққа шығарып, ол қалай ондай шешім шығарып отыр? Ол депутатпын деп оған кім осындай полномочияны беріп отқан? Жазып отырғанда, айтып отырғанда барлығы. Почему вы дальше уже сразу? Неге сіздер сразу шығара алмадыңыздар? Мынаны шығарып атқанда. Неге басып айтпайсыңдар? Ол кісіге ескертіліп жүр ғой. Неше ескерту ал? Мынандай айтуға болмайды. Бұл дейтін былапыт сөз, ол адамға айтатын сөз емес деп. Ермек Қали Юсупты қашан шақыртасыз деген? Шақыртамыз, бірінші өзіміз қарап шығамыз. Сосын? Бұл жағдай бойынша қазір Мұса Қарашалы сапарда айтты жаңа Ержан. Сіздердің мәселеңіз бойынша біз анықтайық. Бізде енді әдеп комиссиясы бар. Ермек Қали Юсупов деген әріптесіміз, және партияға біздер хат жолдаймыз. Сондықтан біз анықтап алайық. Жақсы ма? Жоқ, анықтағанда қараңызшы. Мынау деген бір шығарса жақсы, біз үндемейміз. Бір емес, екі емес, 3 күн, 3-4, жоқ, мен айтсайыншы қазір. 3-4 күн қайталанды да мына посттарда. Еще ол кісі, мен кете, мен бір ай болмай, ол кімге халыққа міндетсініп отыр ма? Кетсін. Мандатын тапсырсын да кетсін. Неге депутаттар айтып міндетсінеді? Депутаттардың міндеті сол дамбының қасында жүру, түнеу, қону сол депутаттың міндеттері деп мен тағы да айтамын. Міндеттер оны халыққа міндетсінбесін ешқандай депутат деген. Мандат міндетсінгелер келмей ма? Мандатын тастасын да қайсын. Сосын барып міндетсінсін барып деген. Не затқа айтып міндетсінеді олар деген. Мына жерде видео жазып отыр депутат. Факты бойынша біздер анықтаймыз комиссияда. Почему осы айқайдан кейін біз барған? Неге сіздер до этого мен бір апта бұрын письмо жазып қойдым. Мен келем деп. Жеткізіп отырсыңдар сендер. Неге жеткізіп отырсыңдар бүгінгі күнге дейін жеткізіп? Жоқ, бұл 7 күн бұрын мен арызданып қойдым. Аманатқа келем деп бүкіл мекемеге мен жазып қойдым. Келем кездесуге. Неге парламентке де бәріне де арызданып қойдым. Жоқ, оны қазір қызметтік атқарамыз деді аманатта. Енді біз мәслихатқа келіп тұрық қой, Қазір біз еще жұмыс орнына барамыз. Өзінің процедурасы бар, сонымен айналысайық. Сосын бізге қашан бересіз рахмет. Тауарын береміз сізге жақын арада. Жоқ, жақын арада онда маған керек емес, қозып оны резин қылып оны деген. Видели, да? Алдында мен деген Жоқ, сіздер сөйтіп халықтан қашасыздар ма, например, деген келіп тұр. Ал әртүрлі халық келеді, Сіз қашпай өтсіз ме? Кіріп барғанда ол өзі ерекше. Отырысының өзі ерекше отыр. Сосын ол деген Сосын деген депутат болып, ол біреулерге телефон соқты. Келе қойыңдар, мында белсенділер келіп жатыр деді. Кім шақырып отыр? Ол бандит па? Кім ол? Солай неге белсенділер бәрін түгел келіңдерші, блогерлердің бәрін жинап келіңдерші? Неге шақырып жатыр? Төбелескен өзі халық арасында іріткі салып тұр, бір адам қарап отырсаңыз, бір адам бірнеше адаммен қылыстырып жатыр қазіргі таңда деген. Оның мақсаты сонда бәрі айғақ бар, видео бәрі түсіп бұл кісінің звондап. Бәрін жиналып келе қойыңдар дегенде. Қосарда әлі күнге адамдар бірін атып өлтіреді ол. Бір-бірін әлі атып өлтіреді. Сонда бұл кісі бана қару туып алып келіп тұр ма? Депутаттың қолында қару бар ма? Көлігінде қару бар ма? Қару бар ма қолында? Столды итеріп жіберді, мынау этикаға жата? Жоқ, этикаға жата ма? Сол столды лақтырып жіберді депутат ретінде. Вчера я с мажилисом депутаты тоже разговаривала. Осындай біріне айтқан, бірақ ол зумнан шығып кеткен жоқ қой. Хотя болса, сеть меня оборвала. Вот до конца уже мен де кішкене дауысын көтеріп.
видите, маған қол көтеріп жатыр, міне қараңдар маған қол көтеріп жатыр. Жоқ, хабарым болғанда бізге резин қылып созуының қажеті жоқ. Мен итак 7 күн күттім. Қашан келеді? Сосын комиссия қашан отырады? Юсуп Емекқали мен қашан отырады? Бірінші қызметтік тексеру жүргізіп аламыз. Тексереді дейсіз ба? Все на лицо. Жоқ, тексереді ғой. Бәрін мына жазбалардың бәрін зерттейсіздер ғой. Мына 15 күн ба? 15 күн созасыңдар. 2-3 күнде зерттеп болады ғой. Мына жаңа Таңат деген бәрін по полочкам айтты ғой, мына барлығын айтты ғой. Мына жалдамалы жендеттер дегенді сол кімдер бізге барлығының аты жөнін айтсын. Ол айтады, мен общий айтмайды. Общий ол бәрімізге тек. Ол бүкіл бәріне ол тастақтырып отыр. Нақты кәдімгі фактіне біздер фотосымен, как положено, атымен шығарамыз ғой біздер. Мына депутат мынандай оңбаған көргенсіз деп шығарамыз ғой. Тап солай айтсын бізге. Сандуғаш міне, мына жендет, бандит, сандуғаш осындай деп айтсын. Маған айтсын. Болды. Иә, сандуғаш міне, например, не істеп манаға, сандуғаш мына адамдарды өлтіріп жүр. Тыршаңылы шешініп жүр деп айтсын, конкретно айтсын. Кімге айтып отыр? Таңат манаға Құдай сақтасын, әке-шешесін мана 5 теңгеге сатып жатыр деп айтсын. Құдай сақтасын бар ғой. Иә. Мына жерден не үшін отырмын, неге түрмеде отырмайды. Ал күш қайда полиция нарушил кесімен апатсасын. Не мынау вообще, не мынау. Это же понятное дело, кого он что имеет. Кәсіпкерлерді не істеген дейді. Мен ол комиссияда болдым. Нақты айтсын қа. Әкімді айтып отыр ма, ол қала әкімін айтып отыр ма, Шәкір Кейкінұлын айтып отыр ма, кімді айтып отырсын? Аты жөндерімен айтсын. Сонда оған кім? Онда сол. Жоқ, қараңызшы. Сонда ол депутат мен аннан сайланған жоқпын деп сонда ауыздарына келуге кім рұқсат берді оларға? Осылай әлеуметтік желіде ауыздарына келген. Иә, жақсы. Сіздерді естіден көрдік, видеода көрдік. Қазір төраға келсіңіз сапардан. Бізге отписка кереміз. Нақты іс керек. Нақты іс керек.